sağın Kedem demesin Сезімің білсін Ойымда жүрсін Бауыр басардай Айтшы сен кімсің Сағынған жоқпын демеші Уақыт бәріне төреші Көңілсіз күйдемін Сезімім менің жауапсыз Күтемін сені тағатсыз Махаббат кейде мұң Махаббат кейде мұң Шыда сүйгенім Бір жүрген бақтарым Бақытты шақтарым Жауапсыз қалдырма Жазылса хаттарым Күлгенің ұнайды Қимастық қинайды Есіме түскенде Сағыныш сыйлайды Сағынған жоқпын демеші Уақыт бәріне төреші Көңілсіз күйдемін Сезімім менің жауапсыз Күтемін сені тағатсыз Махаббат кейде мұң Махаббат кейде мұң Шыда сүйгенім Сағынған жоқпын демеші Уақыт бәріне төреші Көңілсіз күйдемін Сезімім менің жауапсыз Күтемін сені тағатсыз Махаббат кейде мұң Махаббат кейде мұң Шыда сүйгенім Көп рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен Жұма Әбіл өзінің керемет әнімен сізге көп рахмет. Бүгін де бір өзіңіздің себепкерлігіңізді көрсетіп кеттіңіз. Рахмет, қошеметтеріңіз болсын. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Я, Жандәулет, қош келдіңіз. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош көрдік. Жалпы негізі бұл біздің алғашқы махаббат вальсіміз болады деп ойлағанбыз ғой. Бірақ қоштасу вальсі болады. Солай. Отырсақ бола ма? Сіз сыртқа жұп болуға сөз салам деп шықтыңыз ғой. Редакцияға. Сондай жағдай болды, отыра бердік па? Мөлдір? Және кеше Жандәулет редакторға хабарласқаннан кейін біз арнайы түрде Жұма Әбілді шақырған едік бүгінгі эфирге. Жандәулет? Айта берсек бола ма? Иә, негізі 3 апта болды ғой. Таныстық, білістік, көрістік, бірақ енді шынымен ниет болған, редакцияға да айттым, сөз салам, осылай жұп боламыз бұйырса деп. Бірақ енді кеше Мөлдір екеуміз жолықтық, сөйлестік, басын ашып алдық. Кешірім сұрайын, бізде дәл қазір жарнамадан кейін неге таныстықты тоқтатайын деп жатыр Мөлдір? Әлде бұл Мөлдірдің қалауы ма? Бізде дәл қазір жарнамадан кейін айтамыз. Кештен бастап осының барлығын жоспарладық. Бірақ біз негізінде жұп болуға сөз салу деп ойлаған едік. Ал бұл жерде қоштасу вальсі дейді. Мөлдір? Біз негіз кешке сөйлескен едік. Барлығын ашып, сөйлесіп, бізде 3 аптадан бері ешқандай алдыға қарай ұмтылу, онда ештеңе болып жатқан жоқ қой, сөзіміз жараспай жатыр деп негіз сөйлескенбіз, бірақ мен бүгін келеді деп, былай келіп қалады деп мен ойлаған жоқпын. Жандәулет? Неге бұндай қадам? Кеше сөйлестік, енді мынандай нәрседе, шынымен енді 3 аптада қолымнан келген барлық дүниені жасадым ғой.
Сонымен кеше мөлдірге хабарласып, жолығайық, сөйлесейік, басын ашып алайық, себебі 3 апта болды, әлі ешқандай бір процесс болмай жатыр. 3 аптада бір-біріміз танымау ол мүмкін емес нәрсе деп. Сонымен отырып жолықтық, сөйлестік, барлығын толықтай аштық, басын ашып алдық. Сонымен сол кезде негізі нақты жарайды, ортақ шешіммен тоқтатамыз деп келістік. Бірақ енді сонда да үміт болды. Бүгін де қалай болады екен деп, бәлкім шынымен де сөз салып көрейін ба, бәлкім өзгеретін шығар деп. Бірақ енді шығатын кезде ойланып, кеше мөлдірдің айтқандары бар, өзгермейді деген сияқты. Енді бұл шешім өзгермейді, сезім ашылған. Сіздер кеше сыртта кездесуде тоқтатып тастадыңыз. Сөйлеспей басын ашып алған болатын. Сол Сол себепті бүгін енді әдемі келгеннен кейін әдемі қоштасайық деп сондай бір ой болды. Бір жаман ой болған жоқ негізі. Мөлдір. Біз кеше сөйлескен кезде мен айттым да, мен сізді достан артық көре алмай жатырмын, білмеймін, сіз өте адамгершілігі жақсы адамсыз дедім да, мен сізді былай қай қырыңыздан бүйтіп көріп ғашық болайыншы десем де бола алмай жатырмын, неге олай екен білмеймін деп түсіндіріп айттым. Ол кезде Жандаурет айтты маған, онда бірінші жүріп көрейік деді. Жұп болып көрейік онда. Мен айттым, ол кезде де сезім ашылмаса ше. Сол кезде 2 аптадан кейін, ой, біздің сезіміміз ашылмадық екен деп тоқтатып, Нәждемен тағы отырам ба, ұялмай дедім да. Солай негізі сөйлескенбіз. Айта кетсем бола ма, Диана ханым? Бола ма? Мөлдір, сен просто жаңа сөзінде айтып жатсың да, енді күні кеше кездескен кезде сөйлестік, бізде алға қарай ұмтылу болмай жатыр ғой деп жатсың да. Осы ортаға 3 апта бойы шыққан кезде, әр ортаға шыққан кезде, сендерде бізде бәрі жақсы келе жатыр, енді қызығушылық артып жатыр дейсің да жігіттің тарапына қарай. Енді кеп басқаша сөйлеп жатсың. Мен просто қазір осы соңғы сөзінен түсініп отқаным, сен просто қорқақсың. Отношения құрастыруға қорқасың. Жігіттің қандай вниманиесі болды саған қарай. Сонда бағалағың келеді, бірақ қорқыныш сені басып тұрғаннан кейін, барлығын сол қорқынышпен бытшын шығарасың. Диана ханым, айтсам бола ма? Негізінен мен ойлаймын, Жандаурет 3 апта бойы барлығын дұрыс жасадыңыз. Барлығы идеально, сіз жақтан ешқандай қателік, ешқандай кінә жоқ. Барлық негізінде минус болып тұрған Моляның өзінде ғой. Неге жүрегіңді ашпайсың деп айтайын десем, сезім негізінде ашыла салатын бір оңай дүние емес. Бірақ все же сен өзің тырыспайсың. Сен жүрегің бос емес, қыз сияқтысың, мүмкін бос емес па, немесе басқа біреуді күтіп жүрсің ба, не күтіп жүрсің жалпы. Сен натурыңмен осы ближайший 5 жылда тұрмысқа шықпайтын сияқтысың негізінде. Диана ханым айтса бола ма? Қош келдің Жандаурет. Енді осы күнге дейін эфирлерде болған пранктардың соңы әдемі аяқталатын еді, бірақ мына пранк басқаша аяқталып отыр да. Мен ойлап тұрмын, что бұл жерде мөлдірдің қорқынышында емес, мөлдірдің сезімі ашылмағандығында болып тұр мәселе. Және де енді жігіттің өзіне бетіне айтып тұр да, что мен сені достықтан артық көре алмай жатырмын деген сөздің өзі біраз негізі ауыр негізі кез келген жігітке. Соның өзінде де бірақ енді мүмкін болып қалатын шығар деп ойлаған Жандауретке рахмет енді. Бірақ достықтан артық көре алмаса жұп болудың қажеті жоқ. Өйткені жұп болған кезде бірдеңе өзгереді дегенге мен сенбеймін. Жұп болу үшін екі жақтан да бір сезім ашылып, сондай бір өз период болады негізі жұп болады. Тартылыс, бір-біріңді іздеп бір әдемі келатқан кезде, қызып келатқан жерінде ұру керек, сол кезде жұп болсаң әдемі кетеді. Достықтан артық көретіндей саған басқа қандай жігіт керек Моля? Осы сұраққа жауап берші мысалы. Достықтан артық көретіндей саған қандай жігіт керек? Жоқ, ер жігіт мынандай ғой. Сезім өзі бір айтып келмейді, ол өзі болады іште. Енді мен Жандауреттің де былай уақытын алып жүре бергім келмейді да менің. Қанша аптадан бері уақытын алғым келмейді, бірақ Мынандай ғой, Диана ханым, мен де бұл жігіттің орнында мен де тура 1 жыл бұрын осы жерде үміткер болып жүрдім, қадамдарымды жасадым деген сияқты. Қыз тарапынан вроде бәрі жақсы сияқты болып көрінді, бірақ болмады. Сол сияқты кеше Жандауретпен де бір сөйлесіп қалғанымыз барды. Соны айттым, тура менің күйімді кешіп жүрмеш дедім мен. Болды ғой сондай әңгіме, дұрыс па? Сондай әңгіме болды. Содан кейін мен енді мына жерде мөлдір отыр, басқа да қыздар бар, сол сендерге кім емес, не мақсатпен келдіңдер деп сұрақ қойғым келеді мына жерге. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, негізінде шынымен жаңа Жұмабіл шыққан кезде, негізі мен мына жақтан шыққан кезде де ұсыныс жасап көрейін деген ниет болды да. Бірақ енді жаңа мөлдірмен ортаға шығып биледік, үйттік, бірақ сонда да тартылыс сезбегеннен кейін онда билеп жатып, сол жерде онда болды дедім. Сол сәтте шештіңіз? Сол сәтте шешілді десек те болады негізі. Мәссаған.
Жоқ, енді мына жерде барлығы мөлдірден деп жатыр ғой. Енді барлығы шыққан сайын жақсы дей бересің деп. Енді мөлдірде түсінуге болады ғой. Ода алдындары ара қатынас болмаған. Енді осы уақытқа дейін өзіне де жандағы жігітке де шанс беріп көрді. Бірақ болмады деп айтып отыр. Бұл жерде қызды кінәлаудың қажеті жоқ. Жана ханым, мен негізі былай айтқым келеді да, негізі енді Моля жалпы түсінді ғой. Жалпы болашақ ер азамат ретінде отбасы болатын ер азамат деп сондай көзбен қарап көрді. Бірақ мен айтқым келеді, Моля өстіп жүріп, осындай жақсы жігіттен айырылып қалып, кейін жалпы қыз балаларына айтайыншы, кейін жаңағыдай ішетін, шегетін, ұрып соғатын сондай жігітке жолығып қаламыз да негізінде. Қыз балалар сондаймыз. Сол себепті де, білмеймін, сезімің ашылмағаннан кейін де бірге тұрамыз ғой, енді айтып жүрді да, мен жақсы ер азамат ретінде болашақ ертең мен отбасын арсай алатын ретінде күмәнім жоқ, бірақ сезім ашылмай жатыр, не істеймін деген сияқты ой болды. Жаңа мен айтып кетейінші, негізі бәріміз мөлдірге қарап өтіп баратсыңдар ғой. Негізі екі жақтан бірдей тартылыс болмағанда, просто кездескен, сөйлескен бір бұрынғы ескі достар сияқты қылып кездесіп жүргенде, одан кейіннен Жандәулетке менің айтқым келетіні, негізі пландағаның осы 3 апта болды ма? Алдында мөлдірге келетін кезде пландағаның 3 апта болды ма? Менің ба? Иә. Жоқ. Жоқ, сен өзің ойың, пікірің бәрі өте керемет, бәрімізге шайып отырғандай емес, негізі мен солай көріп отырмын, пландап. Нандай нәрсе бір 3 апта. Жауап бере берейін ба? Жауап берші. Нандай нәрсе да, 3 апта өздеріңізде куә болдыңыздар ғой. Бұл 3 апта біз жүрдік, киноға да барамыз, басқасына да барамыз, тамақтанамыз, всегда бірге боламыз да. И содан кейін менде уже бір жігіт ретінде уже бір үміт пайда бола бастады да. Бұл менің жанымда комфортно болады, всегда күліп жүреді, қайда барсақ та мысалға бірге тамақтансақ та күшті болып жүреміз. И уже менде уже ой пайда болады да, значит, бәрі нормально деген сияқты ше. Сөйтіп енді кеше мен шынымен шақырып сөйлестім, давай сөйлесейік деп. Мен сөйлескеннен кейін осындай шешімге келіп отырмын. Егер біз кеше сөйлескенде мөлдір хотя бы кішкене де болсын жарайды көрейік деген кезде, бәлкім қазір басқа дүние болар ма еді дегенде әңгіме. Сіз мөлдірге келетін кезде кіммен ойластыңыз, осы жерге келетін кезде? Кіммен ойласу керек? Жоқ, Диана ханым, мен айтайыншы, Жандәулет бағанан бері күшті істеп жатыр, бәрін сен күшті істедің дейді, менің көзімше сіз бір мазақ істегендей болдыңыз қызға. Негізі келгеніңізші. Және сіз өзі не ойлап келдіңіз? Мына жерде редакцияға да айтпағансыз, иә? Мына жерде бәрін әдемі жасап жатыр, өлең айтылып жатыр. Сіз сол кезде қалай на ходу мына қызға жетіп бара қалай шештіңіз? Либо мынау менің болашақ әйелім болады, либо болмайды. Қалай кіресіп қойып тастадыңыз? Жоқ, мен саған жаңадан бері айтып жатырмын ғой. Негізі кеше әңгіме шешілген, сонымен нүктесі қойылған. Бірақ менде просто жігіт ретінде үміт болды до последнего, түсінесіз ба? Бізде жоқ, мынаны құрғаныңыздың бәрі бұл қоштасу ма, изначально құрғаныңыз кешеден бері? Жоқ, сөз салу ма? Негізі құрғаным ол қоштасу болған. Жоқ, бізді алдау мазақ ретінде ма? Ол не? Жоқ, алдау емес. Мынандай нәрсе ғой. Сен по-любому мысалы қыз саған жоқ дегенмен сенде бәрі жігіттік ретінде үміт болады соңына дейін, түсінесің ба? Соңына сен бұл қызды жақсы көргеннен кейін сенде соңына дейін бәлкім я деп қалар деген үміт болады да, түсінесің ба? И соңында уже жоқ, енді айтып көрмедің ба? Жұбың боласың ба демедің ба? Жоқ десе жоқ болатын еді ғой, я десе я болатын еді. Ол қалай сол кезде қызға келесінде отворот поворот барып кетіп қаласың вообще? Что это такое? Кешен біз шешіп алдық қой, болды ғой. Сөз салу керек, до конца істеу керек еді. Жоқ, Асеке, сөз салғанда өткен сезондарда мынандай бір ситуациялар болған, Диана ханым, сіз оған куәсіз. Сөз салды ортаға шығып тұр, подаркасын да берді, мишкасын да берді, бірақ қыз тұрды да жоқ деп кәдімгі бетін қақсады. Ал енді сенің жоқ тоқтаса енді. Сен бетіңді эфирде қаншама халықтың көзінше бетін қақсыз саған обидно болмай ма? Ал енді қыздың өстіп отырып жылап отырғаны сондай обидно болмау үшін сондай іс-әрекет жасамады. Мен лучше қыздан нет дегенді естеймін, чем қызды үйтіп жылатқаншы. Бұл жерде ешкімнің абыройы түсіп жатқан жоқ. Сен қыз неге жылап отыр? Бұл жерде ешкімнің абыройы түсіп жатқан жоқ. Қыз неге жылап отыр? Бұл да білді ғой тоқтататынымыз. Бұл да білді, мысалы, мен де білдім. Просто бұл жерде әдемі келгеннен кейін әдемі қоштасқымыз келді. Болды, ода тұрған не бар? Жоқ, Жантөре, онда сен неге бұл білетін болса, неге сен редакцияны алдап келдің онда? Айтшы соны. Не үшін алдап келдің онда? Сөз саламын, ойбай мөлдірмен жүп боламын деп, неге алдап кірдің онда? Неге онда?
Жоқ, Нұрдәулет, бұл жерде неге бір тараптан қарап жатсыңдар сендер? Алдында Данияр мен Гүлназның темасында мөлдір кіріп кеткен тұғын, сол кезде көмілді, халық көмді кеп, сол кезде Жандәулет келді, қорғап алды. Қорғап алып, соны даканса кетті да, кім мөлдір, даканса көмілмейін деп, сол үшін созды деп ойлаймын. Енді сезімің жоқ болса, онда не үшін жалғастырып отырсың? Моля, сол кезде тоқтатпадың ба? Әлде халықтың көмілуінен қорықтың ба сен? Бұл жерде басты қателік, мен ойлаймын, Жандәулеттің бұл жерде шешімін өзгерткенінде емес, жұп болуға ұсынысты жасай салғаны дұрыс емес, бұл жерде арақатынастың 3 аптаға жалғасып кетуінде. Егер соңын білетін болсаңыздар, қайталап айтамыз ғой, әрдайым бос үміт қажет емес. Ол уақыт қайта оралмайтын. Онда 3 апта уақыттарыңызды кімге қайда сарп еттіңіздер? Мөлдір. Мүмкін сіз өзіңізді қинадыңыз, мен барынша осы адамды сүйіп кетейінші, мен ғашық болайыншы, жақсы ер азамат, отбасы болуға ең қолайлы ер азамат деп. Бірақ егер баста пайда болмаған дүние, соңында да пайда болмайды екен. Жоқ, Диана ханым, мен мына жерде 2-3 кездесуден кейін бәрі тоқтататын болса, айтады, сен білген жоқсың ғой, танып білген жоқсың, қайдан білесің? Танып көр деп айтады. Мен солай танып көргім келді. Мен достан ары қарай тағы танысып көргім келді. Бірақ дәл бұлай болады, мен бүгін келіп бұлай тоқтатады деп ойлаған жоқпын. Енді мөлдір, мен 1-2 күннен кейін тоқтатқым келсе тоқтататын едім, бірақ мені барлығы сөгетін еді дедіңіз. Елдің сөзін неге ойлайсыз? Жоқ, сөгеді емес, мен ойладым. Жақсы жігіт болғаннан кейін, может, жақсы болып кетеді, мүмкін сезім ашылып кетеді. Мен де айттым ғой, бірден сезім ашылмайды деп. 3 аптадан кейін мен ойладым, сонша уақытын алдым, одан әрі алмай қой, неге де шықпайтын болса деп. Қазір барлығы айтып жатыр ғой. Мен осы жерде айтып жіберейінші. Сен жақсы көре аласың ба, жақсы көре алмайсың ба, жүрегіңде біреу бар ма деп, жүрегімде ешкім жоқ. Егер де мен бұяқа лайық болмасам, Диана ханым, мен орнымды босатып берейін. Жоқ, бұл сөздің қажеті жоқ деп есептеймін. Әңгіме мүлдем бұл әңгіме туралы емес қой. Сіздің жүрегіңізде ешкімнің жоғы хақ дүние. Өйткені осы уақытқа дейін ер азаматқа бір ғашық көздермен қарап көрмеген қыз жалпы арақатынас құруда қиналады, ол шын. Және сізде сол бір барьер тұр әлі күнге дейін. Я, Тимур мырза? Бәрі ол 3 апта қойғанда сезімді арақатынасты емес. Соңғы мына жерде бүкіл біздің мөлдір емес, бүкіл қыздардың армандайтын осы бір сәті да, жер жігіттің саған келіп сөз салуы да, мына соңғы цирктің не қажеті болды, мен соны таңғалып тұрмын. Мынандай нәрсе ғой, мен өзім шынымен тоқтатам деген ниет болған жоқ. Әлі күнге дейін ниетім жоқ, сөздің ашығына келсек. Енді мен мөлдірге кеше айттым, мен сенің кез келген жауабыңда құрметтеймін. Егер сен я десең де, жоқ десең де, 2 жауабыңда риза болам дедім. Сол себепті мына жерде мынандай нәрседе мен мөлдірге жоқ деген жоқпын, просто мен мөлдірдің өзінің тарапынан келген жауапты құрметтеп сыйладым, болды. Егер мөлдір я десе, одан да күшті болатын еді, түсінесіңдер ме? Және негізінде Жандәулет, қателеспесем, осыдан 1-1,5 апта бұрын негізі сізге жұп болуға ұсыныс жасағысы келді. Одан кейін ұжыммен ақылдаса келе, біз де ол да әлі сіздің дайын емес екеніңізді түсіндік. Көрейік, қызға уақыт берейік, әлі де араласып танысып көріңіздер. Қыз сізге көбірек ашылсын дегендей. Біраз уақытты біз тежегішпен тартқандай болған едік. Бірақ қанша тартсақ та бәрібір нәтижесі өзгермеген. Ділбар ханым? Мен мына жерде мөлдірдің жылап отқан түк түсінбей отырмын да. 3 аптада ол сезімін ашайын десе аша алмады. 3 аптада бауыр басып ортада тұрып қалып, не істерін білмей жылап отырма деп өзім солай ойлап отырмын. Жоқ, көз жасы меніңше барлықтарыңыз айтып жатырсыздар ғой, енді сен ер азаматты сүймейсің, сүйе алмайсың, ғашық бола алмайсың. Сол сөздер сияқты қатты тиген. Я, Диана ханым, мен алдында айтып едім ғой, осы алдында шыққан кезде, негізі жігіттің сезімі бар, ол алды қарай ұмтылғысы келеді, жақсы қадамдар жасап жатыр. Бірақ мөлдірде сезім жоқ та бұл жерде ше. Енді мөлдірдің кінәсі жоқ, адам білмейді кімді ұнатып қалатын, ер жігіт сондықтан өйтіп айтпай-ақ қойғын қызға ауыр ше. Ол енді мөлдір өз-өзін қинап, жақсы адам екен деп тұрмысқа шығып кете алмайды ғой. Ода да кішкене бір нәрсе пайда болу керек алдыға қарай. Сол себепті кімге ғашық болатындарын білмейсіңдер ме? Олай керек емес қатты айтып. Бірақ Жандәулетті де түсінуге болады. Бұл әлі тоқтатқысы келмесе де, қызды ойлағандан, қызды сыйлағандан осындай неге ыңғайсыз жағдайда қалдырмау үшін жасап отыр деп ойлаймын.
Жоқ, біз қатты айтқан ештеңеміз жоқ. Просто қорқақтығы жоқ емес, бар ма мөлдірде? Байқаймын мен ол нәрсені. Білмеймін, сендер байқамайтын жүрсіңдер. Ержігіт, сен просто отношение жасауға, қараш, мен сені тыңдадым, мен тыңдашы. Отношение жасауға мүмкіншіліктер келіп тұр, бірақ қыз өзінің сомнениесімен, сенімсіздігімен, қорқақтығымен жүре берсе, ол қашан тұрмысқа шығады, өзің қалай ойлайсың? Сен жұп болдың ба осы неге алдыңғы сезонда осы сезонда айт? Иә. Жұп болдың ба? Сен соны ұната алмасаң, ол қыз сен ұната алмасаң, сен жұп болмас едің ғой. Сол сияқты бұл да ұната алмағандықтан, жақсы адам болса да ұната алмағандықтан қадам жасамайды. Тағы да қайталап айтайын, жаңа да айтылды жүргізушінің тарапынан. 3 апта бойы егер сол нәрсені бастан аяқ шықпайтындай дүниені сезіктенсе, сезесің сен ол нәрсені өзің. Онда үйтіп жалғастырудың қажеті жоқ еді. Бұл қыз өз-өзін қинады, түсініп тұрсың ба? Бұл жақсы адам ғой, мүмкін бір нәрсе пайда болар деген нәрселермен ғана алдыға қадам жасап, тырысып көр. Еш нәрсе ода жаман нәрсе емес ол. Эдуарда? Диана ханым, рұқсат болса салфетка алса бола ма? Иә, әрине. Жаңада мына жерде менің ойымша мөлдірдің көз жасы енді жайдан жай емес қой, енді бұның бәрі болып жатқан. Меніңше бұл өзі де айтып жатыр, жаңа мен дәл бұлай келіп арақатынасты тоқтатады деп ойлаған жоқпын деп. Меніңше бұл қызда да бір енді ашылған бір үміт оты бар сияқты, сол үшін бұл арақатынас Жандәулеттің тарапынан бір ертелік тоқтап қойған сияқты. Жоқ, бұлар кешегі кездесу барысында тоқтатып қойған ғой әңгіме барысында. Солай ма, Мөлдір? Әлде сізде қазір жалғастыруға ниет бар ма? Диана ханым, мен айтсам бола ма? Біз кеше барлығын айтып қойғанбыз, бірақ мен ойлаған жоқпын. Бүгін келіп дәл бұлай тоқтатады деп ойлаған жоқпын. Бірақ бәрібір таныстық сыртта тоқтап үлгерді ғой. Мен түсінбей отырмын. Жоқ, екеуі келісіп қойған, екеуміз тоқтатамыз деген. Жоқ, Диана ханым, мен ойлаймын да, Мөлдір жұп болуға ұсыныс күткен сияқты негізі. Бір пранк деп ойлаған шығар, может. Сезім болмаса, былай жыламайды деп ойлаймын, бір ішінде бір нәрсе бар деп ойлаймын. Ол вариантты қарастырып көрудің де мүлдем керек жоқ деп ойлаймын. Жұп болуға ұсыныс, наоборот, Мөлдір, осы жерге келген кезде осындай ұсыныс болатынына қатты қорқып кеткен сияқты бірінші очередте. Өйткені неге бұл жерде қазір халықтың алдында ұсыныс тастаса, мен қазір жоқ деп айтсам, тағы ол жаман болады. Егер көңіліне қарап жігіттің иә деп қойсам, ол да тағы да мен бұл арақатынасын ұзаққа созылмайтынына бір дәлел ғой. Негізінде взаимный отношение болмаса, ол арақатынас ұзаққа бармайды да. Кейін қыз осы жерде қалады, отырады, одан кейін қандай әңгіме болады? Ой, сен анамен жұп болдың, мынамен жұп болдың деген әңгіме артынан қалмайды, жігіттерге бәрібір деген сияқты. Меруерт, тоқтай тұршы. Жігіт ұнатып келді. Сен, Жандәулет, болашақ жарым ретінде көрдім дедің. Бірақ иә, Мөлдір бастапқыда сезім ашылып кетпейді. Бірақ сенде ниетің дұрыс емес секілді. Білмеймін, сен сезімге не қыла бересің, жалғай бересің. Сен өзіңе болашағыңа үміт беріп көрсейші. Мен болашағымда махаббатпен бастағым келеді. Хадиша, түсінесің ба? Мен махаббатпен жүргім келеді, мен махаббатпен қыз енді дұрыс қой, барлығы ұнатып кетпейді. Бірақ сен мүмкіндік беру керексің ғой өзіңе, Мөлдір. Қашанғы жүресің сонда? Осыдан кейін саған артық үміткер келеді деп ойлайсың ба? Өзің ойлашы, Мөлдір. Жылағаннан не пайда ол? Жылағаннан ештеңе өзгеріп кетпейді. Жоқ, Хадиша, сен мысал ретінде мына жерге сен ортада отыр, өзіңді Мөлдірдің орнына қойып көрші. Сен ер азамат келіп тұр, қанша жерден саған жақсы адам болсын, бірақ ол ер азамат сен жақсы көрмесе, сен шығасың ба тұрмысқа? Мен сол нәрсеге егер жігіттің тарапынан отношение жаңағы бәрін істеп тұрса, мен өзіме мүмкіндік беріп көретін едім. Хадиша, мен 3 апта өзіме мүмкіндік бердім. Енді бұл да мен 3 апта өзіме мүмкіндік беріп көрдім. Түсінесің ба? Бастысы бұл жерде ниет қой, Мөлдір, ниетің дұрыс болса, сен барлығына да барасың, үміт бересің. Мен 3 апта өзіме мүмкіндік беріп көрдім. Мүмкін болып қалатын шығар, мүмкін ғашық болып қалатын шығар, мүмкін сезім ашылатын шығар деп. Қазірдің өзін айтып жатсыз ғой, 3 апта онда не үшін мүмкіндік бердің деп. Мен просто өзімнің сезім ашылып қалатын шығар, жақсы жігіт деп мен солай көрдім. Сен просто халықтың көзқарасына қатты қарайсың, халықтың ойымен жүресің. Өзіңнің ойың жоқ мүлдем, Мөлдір. Жоқ, мен айтып кете салайыншы, Диана ханым. Арина? Жерде просто кімде шығып ұсыныс тастаймын деп ойладым дейді ғой. Просто көз қарасына байқады деп ойлаймын, өткені. Өздеріңіз де байқаған жастыр, Мөлдір шыққан кезде через не хочу шықты да, сөз самаса екен деп. Өткен бізде байқады ғой, сыртта қатты байқалды. Енді қазір я деп айтқаныммен де ертең бір аптадан кейін қайтадан ұрсып, таныстық тоқтап қалғанда мына қатысушылар айтатын еді, неге сен я деп айттың? Қызды қинай бермейікші қатысушылар. Тима? Мен де айта кеткім келіп тұр. Негізі Жандәулеттің былай қадам жасап жүргенімізге бәріміздің көзіміз жетті ғой. Өте жақсы жігіт. Бірақ Мөлдір, саған кеңесім барды. Мөлдір, сен енді ғашық болып көрмегенсің, арақатынаста болмағансың. Мен саған айтарым, просто
даже бірінші кездесуден сезім пайда болады да ше, бірінші кездесуден сезім пайда болмаса, значит, это не твой человек. Сосын уақыт өткен соң сезім появится деген ол өтірік әңгіме деп мен ойлаймын да ше. Бізде жарнамадан кейін жалғастырамыз, және бүгін Қосылай ханзадасына реттік нөмірлерді анықтауға жеребе тастау рәсімі болады.